Сотан болды ма? Үйге дейін жетеміз ба мен? Волганы Темірханға подарок істейміз. Қалай? Отыра бер. Сен сізде сөндірер. Қандай сигнализация? Біздің үйде? Сенші? Намного легче. Көріңіз? Нарды сатып жүр. Қалай сонда сатып жүр? Мынау. Настя. Ақша қайда? Папка қайда? Той ақша қайда? Қайда қарапсыздар? Папка қайда? Ана жақта. Не ана жақта? Долбоёб! Фуганы ұрып кетті. Твою мать! Маған достар қарап. Мына мал емес. Вырубить тастайм, сука! Ком тастайм ананы! Блядь! Даша, я сам решу свои проблемы, поняли? Что ты сделаешь? Олар Настяны алып кетті. Мал сияқты сатып жүр. Слушай, прости, что так поздно звоню. Помощь нужна. Сука. Ассаламу алейкум, Темирхан Булатович. Мы от Даута. Ваша новая охрана. Кеше сіздің үйде болған түндегі ұрлық бойынша біз сіздің автокөлігіңізді кеше түнде таптық. Толықтай өртеніп жанып кеткен. Бізде тұрған камералар бойынша записті ешкім қарамаған. Сіз өзіңіз... Я жүр, бірге көрейік. Жүр. Құсайынова Диана. Так, жарайды, жақсы. Онда мен сізге бірдеңе көрсетейін. Камера бойынша тек қана осы ғана ма? Иә. Бір қыз келген ғой, өзі мас. Оны жылынып алайыншы деп. Содан кейін ешкімге айтпай қой, братанна. Ұйықтап қаппын. Ана камера кішкене тупит етіп қалып. Дұрыстап қараңызшы, мынау ма? Иә, мына қыз ғой. Оны қайдан танисың? Ал мынау Никита Шатунов, бұны бәрі таниды. Маған не көрсетіп отырсың? Кеше маневр жасап тұрған кезде осы үшеуі сіздің үйді тонайды. Мыналар Тимурға қатысы бар деп ойлайсыз ба? Тимур мен? Олардың шатағы болған. Иә. Мүмкін Тимурды өлтіріп тастаған осылар шығар. Мүмкін, бәрі де мүмкін. Осы версия ұнап тұр, бірақ маған. Адам өлтіру, үй тонау, сұмдық қой мынау. Ет комбинатын кім өртеп жіберуі мүмкін? Ең бастысы, мен барлығынан курста болайын, жақсы ма? Чо там? Не істедің? Жасадың ба аккумуляторыңды? Алдындағыдай жолда қалқамасақ болды, самоймен. Кіммен аңдып жүр? Айт нахуй. Позовешь каната, тогда я отпущу. Жақсы. Уже таптым. Алло, Қанат. Есть информация бесплатно для тебя. Короче, ана үйді тонаған біздің төрт бала сияқты. Комбинаттың охраннигі тоже Диананы танып тұр. Адрес бойынша пока тыныш. Диананың үйінің алдында засада күні түн. Бұл жерде ол номерін қалдырады, даныйын қалдырады, адресін қалдырады. Сол жер тексеріңдер ме? Салам алейкум, брат. А чё? Мен неге аңдып жүрсің? Қозғалма. Хорошая информация не бывает бесплатной. Да, брат? Аманбаев, Құсайынова, Шатунов, Исаев, осы төртеуі. Собор, бәрін подключайте. Давайте, берем. Добро. Все, есть. Ей, қарындасым қайда, а? Әкетім. Ей, өлтіріп тастайм! Аттыртайм, блядь, ей! Жан, мінезің шайын деген ба не, а? Это шырыныңды кім шығып алғанын ұмытып қалдың ба, нахуй? Білмешін ау, қарындасым қайда, айтшы маған, Настя қайда, а? Тағы екі адрес анықталып, Исаев пен Шатуновтікі. Все, собор дайын онда. Надо, нужно успокоиться. Успокойся? Да, успокойся. Не могу я успокоить. Ол адам емес, құтың ба? Адам емес. Ол бізге сенет деп тұрсың ба? Сен чё? Мені зорлады! Темірханға бару айтқанымда ол маған тарқылдап күлген. Баланың әкесі Дауыт па?
кешіріп жіберші мені. Сен бәрін дұрыс жасадың, естіп тұрсың ба? Сен бәрін дұрыс жасадың. Кешір. Салам алейкум. Алейкум салам. Пропискасы осында деп тұру. Иә, осында. Мені попросить еткен. Үйде проблема. И баратын басқа жер жоқ. Нурик, үйде шөп шегіп нең бар? Далбансың сен бар ғой. Енді Жарайды, қал. Сен бізге көмектестің. Біз де саған көмектесейік. Короче, Қазбектің квартирасында тыныш, көршілерде біраз отты көрмегелі. Хорошо, жарайды. Папа мамаң болған күшті сияқты ғой. Мен үйден шықпайтын сияқты. Да. Короче, ана кісінің атында бір адрес бар екен. Чайник әлі жылы, значит, кеткендеріне көп болған жоқ, короче. Да ладно. Бәрі ешқайда бара алмаймыз ғой қазір. Кет крик. Рали, дачалар мынандай болса, Телефон қарап келейін. Телефон жоқ. бля, Қазбек, Енді не болады? Ештеңе болмайды. Біз телефондарымызды өшіріп тастадық. бетіне айтайын, далбансың сен. Мен специалист деген жоқпын ғой. Техниктері беріңдер. Полный ішін ашсын, ақтарсын. Менде бір шаруа шығып қалады, өздерің бітіп тастайсыңдар, да? Все, без проблем. Қазбек, тұр деймін. Блин, ребят, бір почкасы жоқ қой бұның. Может, содан шығар? Біз розыста жүрміз. Давайте не будем рисковать, а? Что произошло? Я упала со стола, теперь не могу. Блин, Қазбек нормально болса екен, а? Нормально болады, бәрі уайымдама. Папа келді, папа. Папан? Да, прикинь. Что с ним случилось? Білмейміз, қарасақ. Без сознания жатыр ғой. Я тебя прошу, ты же врач как-никак, а? Больницадасың сен, братуха. Не істеп кеттің, сен уайымдаттың ғой адамды. Бізде өлерген. Пойдемте. Давай, жинал, кетеміз. Неге? Жаңаға мән бермей қой. Не істейсің енді? Амал жоқ. Сейчас позову медсестру. И всему. Все, спасибо. Это все не было, я тебя не видел, ты меня не видел, окей? Хорошо. Монстр, сен вообще үйде болмайсың. Как будто үйдің шаруасы тек қана маған керек сияқты. Ой, папа. Саған ештеңе керек болса, маған да керек емес.